Сәлем оқушылар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 37-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы сөйлем нандары және күрделі мүшесі. Бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін қарап отырыңыздар. Ендеше мәдени мұра дегеніміз не? Сөйлем нандары және күрделі мүшелері. Бір тақырыпта берілген мәтіндерге салыстырмалы талдау жасаймын. 17-ші тапсырма мәтінді түсініп оқы. 1970 жылы есік құрғанның алтын адам ескерткіші табылды. Оны археолог Кемел Ақышев тапқан. Алтын адамның киімі 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілген. Бас киімі кейінгі қазақ киімі үлгілеріне ұқсас. Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см. Алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет болғандығын дәлелдеді. Балдарған журналынан. Мәтін мазмұнына сүйеніп, сұрақ-жауап түріндегі диалог құрастырыңдар. Қарамен жазылған сөйлемнен күрделі мүшені тап, ол қай сөз табынан жасалынған. 1970 жылы Есік қаласынан қандай ескерткіш табылды? Алтын адам ескерткіші табылды. Алтын адам ескерткішін кім тапты? Археолог Кемел Ақышев тапты. Алтын адамның бас киімі қандай? Биік, шошақ төбелі, ұзындығы 70 см. Кемел Ақышев қарамен жазылған сөйлемде күрделі мүшел болып табылады. Ол зат есімнен жасалынған. Ал келесі 18-ші тапсырма кестені толықтыр. Сөйлемнің дара мүшесі, сөйлемнің күрделі мүшесі. Сөйлемнің дара мүшелеріне есік, биік, киім, табылды, тапқан, безендірілген, ұқсас, ескерткіш, оны археолог сақтар жатады. Ал сөйлемнің күрделі мүшелеріне алтын адам, Кемел Ақышев, бас киім, алтын әшекеймен, 4000-ға жуық, шошақ төбелі, мемлекеттік өркениет, есік құрғаны, 1970 жылы қазақ киімі үлгілері, сол кезде бас киім жатады екен балалар. Келесі 19-ші тапсырма мәтіннен күрделі мүшелерді теріп жаз. Маңғыстау, байлық тұнған түбек, атанған ғажап өңір, Маңғыстау. Ол Мыңғыстау сөзінен шыққан. Картадан қарағанда әйел адамның сұлбасы көз алдыңа елестейді. Академик Қаныш Сәтпаевтың бұл өңірді ұйқыдағы аруға теңеуі тегін емес. Көктен қараған адамға құлазыған құла тұз көрінетін Маңғыстау кейбір ғажайыптармен ерекшеленеді. Мұнда табиғи ескерткіштер, ежелгі құлпытастар мен көшпенді ата-бабаларымыздың қолтаңбалары самсап тұр. Қазақстан табиғат ғажайыптар кітабынан. Маңғыстау туралы дерек көздерден өлең тауып, жоғарыдағы мәтінмен салыстыр. Қайсысы ғылыми танымдық мәтін? Күрделі мүшелер байлық тұнған түбек. Мыңғыстау, әйел адамның Қаныш Сәтпаевтың теңеуі тегін емес. Ата-бабаларымыздың көктен қараған адамға құлазыған құла тұз көрінетін ұйқыдағы аруға. Маңғыстау мұңайлы, сондай маған ұнайды. Панда мұңайып құлап, көктен жерге құлайды. Ал келесі 20-ші тапсырма Түркістан киелі шаһар. Тақырыбында парталасыңмен сұхбаттас. Түркістан, көне қала, кесене, тарихи орындар, ғажайып тайқазан. Түркістан қай өңірде орналасқан? Түркістан оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Түркістан қандай қала? Түркістан көне қала. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына кімнің кесенесі енген? ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына Қожа Ахмет Яссауи кесенесі енген. Түркістанда қандай тарихи орындар бар? Түркістанда Қожа Ахмет Яссауидің Рабия Сұлтан Бегім мазары, орта ғасырлық шығыс манжасы, Құлует жер асты мешіті, Құмшағатта жер асты мешіті, Арыстан баб кесенесі бар. Ғажайып тайқазан неше металл қоспасынан жасалынған? Ғажайып тайқазан 7 металл қоспасынан жасалған. Ал келесі 21-ші тапсырма әлеуметтік желі арқылы келген хабарламаны оқы. Тарихи ескерткіштері өте көп. Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз. Сөйлемдер түсінікті құрылған ба? Оларды қалай жетілдіруге болады? Қандай сөздермен толықтыра аласыңдар? Түркістаннан тарихи ескерткіштері көп. Сізді Түркістан қаласын аралап, киелі орындармен танысуға шақырамыз.